Тарих қиялдан тумайды. Нақты әрі шынайы деректерге негізделеді. Ал бұл орайда архив құжаттарының атқаратын рөлі ерекше. Тәуелсіздігіміздің 30 жылында халқымыздың өткенін зерттеуге қатысты ауқымды жұмыстар атқарылды. Әсіресе мәдени мұра бағдарламасының аясында шетелдердің архивтерінен көптеген құнды құжат әкелінді. Оның бергі жағында архив 2025 бағдарламасының іске қосылуы да іргелі бастама. Бірақ сол архив құжаттары арқылы жеткен деректер ғалымдарға белгілі болғанымен, қарапайым халыққа әлі де болса жетпей отыр. Ал ол құжаттар мен хаттарда ата-бабаларымыздың сан ғасырлық аманаты бар. Қазіргі таңда Қазақстанда 222 архив бар. Оның 5-інің республикалық мәртебесі бар. Бұл мекемелерде 24 миллион құнды құжат сақтаулы. Көне қағаз құжаттарды сақтаудың бекітілген арнайы ережесі бар. Талапқа сәйкес қоймалардың ылғалдылығы 50%, температурасы 18-20 градус, жарық 75 люкс болуы тиіс. Ал күн сәулесі мүлдем түспеуі керек. Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік архивіндегі 400 мыңға жуық құжат осы талапқа сай сақталып тұр. Мемлекеттік архивтің сақтауында 400 мыңға жуық құжат бар. Хронологиялық шегі 1912 мен 2019 жылдар аралығын қамтиды. Және бұның ішінде сақталып жатқан құжаттар шетел архивтерінен, мемлекеттік архивтерінен әкелінген 1737 мен 2014 жыл аралығын қамтитын құжаттар, құжаттар сақталуда. Шетелдердің, соның ішінде Ресейдің мемлекеттік архивтерінен әкелінген құнды құжаттар арасында қазақтың хандарына қатысты мәліметтер де бар. Енді міне сол жазба деректерді жариялауға мүмкіндік туып отыр. Архивтегі аманаттың алғашқы бағдарламасына арқау болған Абылай ханның сыртқы саясаттағы ұстанымын көрсететін архив құжаттары. Елордадағы мемлекеттік архивте Абылай ханға қатысты арнайы қор бар. Ондағы 14 құжат 1755-1781 жылдар аралығында жазылған. Бұл құжаттардан Абылай хан резиденциясының сызбасын, ханның қолтаңбасын, сол кездегі саяси өмірді анық көре аламыз. В 2000-х годах Абылай ханның 300 жылдық мерейтойы қарсаңында біздің қызметкерлеріміз Ресейдің Омбы және Орынбор облыстарына ғылыми сапар жасап, мемлекеттік архивтерде сақталған құнды құжаттарға қол жеткізді. Ондағы деректер 18 ғасырдың 40-50 жылдарында Абылай ханның өте белсенді сыртқы саясаты жүргізгенін көрсетеді. Құжат атауы. Сенаттың сыртқы істер алқасын басқарушы, құпия кеңесші мен Орынбор губернаторы Иван Неплюевтің қырғыз қайсақтар туралы 1755 жылға 23 қыркүйектегі есебі. Қор нөмірі 430, тізімдеме 21, іс нөмірі 30, құжат тілі ежелгі славян тілі. Бұл құжаттан Абылайдың 300-дің қанатанбай тұрып ақ ел мүддесін қорғағаны байқалады.
внесения рапорт тайного советника и... Неплюевтің есебінде орта жүз ханы Нұралыға бас сауғалап барған башқұрттардың қайта оралғаны және Тілмаш Араповтың Абылай Сұлтаннан хат әкелгені туралы баяндалады. Абылай Сұлтан Ертіс өзені маңында тұтқынға алынып, кейін шоқындырылған қырғыз қайсақтарды, сондай-ақ башқұрт көтерілісшілерін босату туралы талап еткен. Ал Ресей үкіметі Абылай Сұлтанның башқұрт көтерілісшілермен күш біріктіру қаупі бар екенін ескертіп, Абылай Сұлтанды ерекше бақылауда ұстауды тапсырады. Әбілқайырдың заманында да башқұрттар Әбілқайырға өздеріне хан болды шақыртып, қазақ хандығының құрамына кіруге ұмытылып отырған. Тура сондай жағдай Абылайдың заманында да туындап отырған. Башқұрт жерлерінде де олар да Ресейге бірден мойынсұна қойған жоқ. Олар да Ресейге қарсы көтерілістер жасады. Сондай қиын қыстау кезеңде Әбілқайырдың заманында да, Абылайдың заманында да олар қазақ жеріне бас сауғалап қашып, қазақтардан башқанда пана іздеп отырды. Иван Неплюевтің есебінде қазақ жеріндегі елші генерал-майор Тевкелевке Абылай Сұлтанмен және орта жүздің беделді адамдармен кездесіп, император атынан грамота табыстау, 100 рубль көлемінде сыйлық жасау жөнінде бұйрық берілген айтылады. В связи с тем, что... Ресей үкіметінің қазақ жерін басып алуына байланысты орта жүз қазақтарының қарсылығы күшейе түседі. Қазақ шаруаларына шабуыл жасау, сауда керуендерін тонау сынды әрекеттер көбейеді. Сондықтан генерал-губернатор Неплюев Орынбор, Есіл, Жаңа Есіл, Сібір шептерін одан сайын бекіте түсуге бұйрық береді. Осы мақсатта ол сыртқы істер алқасының басқарушы сенатына 1290 адамдық тұрақты әскер және 2352 адамдық уақытша әскер беру жөнінде өтініш жолдайды. Абылай қазақ жеріне барлық тараптан бас сұғып тұрған патшалық Ресеймен дипломатиялық байланыс орнатуға тырысқан. 1740 жылы Әбілмәмбетпен бірге Орынборға барып, Ресеймен ынтымақтастық шарт жасаған. Алайда отаршыл биліктің ойлағаны басқа болды. Оны Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік архивінде сақталған подполковник Спициннің Астрахан губернаторы Татишевке қалмақ ханы Дондук-Дашидің әрекеттері туралы жазған есебі айғақтайды. Со стороны российского правительства... Ресей тарапы қазақ қалмақ соғысын қолдаған. Тіпті 1744 жылдың 24 сәуірінде Орынбор губернаторы Неплюев қалмақ ханы Дондук-Дашиге грамота табыстап, қару-жарақпен қамтамасыз ететінін және қазақтардың әскери күшін әлсірететінін жеткізген. Пекин келісім деген келісімдер бар әлі күнге шейін. Біз оны 1711 жылдары болған шамасында. Бірақ біз онда не айтылған әлі күнге шейін білмейміз. Бірақ о жерде екі империяның өзінің ықпал ету аймағын бөлісіп алған туралы келісілген деп топшылаймыз. Өйткені Қытайға жоңғар жер керек болды, Ресейге қазақ жер. Нәтижесінде олар басқанда Қытайдың да, Ресейдің де мынау күш көрсетуі тыныштық тапты да, сол кезеңде қазақ пен жоңғар бір-бірін соғыстырып қойды. Қазақ жеріне қандай қауіп төніп тұрғанын түсінген Абылай Қытай тарапымен де ынтымақтастық келісім жасайды. 1757 жылдан бастап Цин империясымен келіссөз жүргізеді. Ол жайында Абылай ханның Орынбор губернаторы генерал-лейтенант Иван Рейнсдорфқа 1772 жылдың 19 қыркүйегінде жазған хатында баяндалады. Құжат атауы Абылай ханның Орынбор губернаторы генерал-лейтенант Иван Рейнсдорфқа 1772 жылғы 19 қыркүйекте жазған хаты. Қор нөмірі 430, тізімдеме 21, іс нөмірі 8, құжат тілі татар тілі. Мен қытайлық Бодыханмен келісімге келдім. Егер бізге кез келген жау тарапынан қысым жасалатын болса, онда Бодыхан кем дегенде 10 мың немесе 20 мың жауынгер береді. В связи с этим он спрашивает у ее императорского величества. Осы орайда Абылай Ресей патшалығына да, егер бізге жау шапқыншылық жасайтын болса, патша үкіметі Қытай тарапы уәде еткендей әскери күш бере ала ма деген сауал қояды. Сондай-ақ ұрлық, қарлық, зорлық, зомбылық жасаған қазақтар болса, оларды маған беріңіз, мен өзім шара қолданамын дейді. Осылайша біз қазақ жерінде де, Ресейде де тәртіп орнатамыз дегенді айтады. Орынбор губернаторы генерал-лейтенант Иван Рейнсдорф 1772 жылы Абылай ханға хат жолдайды.
Ал 1771 жылы 300-дің сұлтандары Түркістанда Абылайды хан көтерді. Алайда Ресей императоры Екатерина II Абылайды 300-дің ханы деп мойындамаған, тек орта жүз ханы деп қабылдаған. Иван Рейнсдорфтың хатында осы мәселе жазылған. Құжат атауы Орынбор губернаторы генерал-лейтенант Иван Рейнсдорфтың Абылай сұлтанға 1777 жылғы 12 желтоқсанда жазған хаты. Қор нөмірі 430, тізімдеме 21, іс нөмірі 10, құжат тілі ежелгі славян тілі. Құрметті сұлтанның өзін біраз уақыттан бері қазақтың ханы деп атап жүргені жөнінде ақпарат жетті. Бұл тәуелділіктің талап ережелеріне қайшы. Кіші жүздің ханы Нұралы өзін бұл қызметке тағайындаған жоқ. Бірақ ол осы қызметке бүкіл ресейлік император сарайының өтініші бойынша тағайындалды. И как бы советует Аблай султану. 1777 жылы Орынбор губернаторы генерал-лейтенант Иван Рейнсдорф Абылай сұлтанға хат жазып, патшайымға адалдық жөнінде ант беруге кеңес береді. Егер ол император билігін мойындайтын болса, онда бұл мәртебелі дәреже оның ұрпақтарына қалатын айтылады. Сөйтіп, Абылай хан 2-ші Екатерина патшайымға хат жолдайды. Құжат атауы Абылай сұлтанның 1777 жылғы 22 желтоқсандағы хаты. Қор нөмірі 430, тізімдеме 21, іс нөмірі 11, құжат тілі ежелгі славян тілі. Императорға қызмет етіп жүргеніме 46 жыл болды. Осы уақыт аралығында мен адалдығымды және ешқандай жаман ниетімнің жоқтығын көрсеттім. Мен Цин империясының да, Парсы елінің де бодан емеспін. Бірақ менің елшілерім аталған елдерге еркін қатынай алады, ал Ресей жеріне кіріп шығу өте қиын. Абылайдың бұл сөздерінен кейін Ресей тарапынан мынадай жауап келеді. Екатерина II. Екатерина II-нің атына Орынбор губернаторы генерал-лейтенант Иван Рейнсдорфтың рапорты жіберіледі. Онда патшайымның 1778 жылдың 21 қыркүйегінде Абылай сұлтанға хан атағын беру жөнінде шешім қабылдаған айтылады. Бірақ 300-дің емес, орта жүздің хан ретінде ғана мойындайтыны жазылған. Қытай неге 300-дің хан деп мойындап отыр? Егер Абылай Қытайдың боданы болатын болса, онда Абылайды 300-дің хан деп есептейтін болса, онда бүкіл қазақ жері Қытайдың боданы деп қабылдауға тиімді. Ал Ресей Абылайды хан ретінде мойындамасқа лажы қалмады. Ол мойындады. Ол тек қана орта жүздің ханы ретінде мойындады. Абылай ханға қатысты архив құжаттарының бір бөлігі Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі Ақсарайда сақталған. Әзірет Сұлтан музей қорығының экспозициясындағы қазақ хандарының 20-ға жуық дипломатиялық хатының 9-ы Абылай ханның ынтымақтастық жөніндегі хаттары. Абылай ханның көбінше Қытай императоры Цун Лунмен ынтымақтастық жөнінде жазған хаттар көп сақталған. Соның бірі және бірегейі қазақ даласындағы шекшек ауруларының көптеп тарауына байланысты Абылай ханның тот моңғол тілінде жазылған хаты Қытай деректерінде сақталған. Онда қазақ даласындағы шекшек ауруларының көп шығуына байланысты жаңа қазір екпе дейміз, вакцина деп айтамыз орысшалап. Сол вакцинаны қазақ даласына келіп емдеу жұмыстарын жүргізу жөнінде жазған өтініш хаты бар. Бұл құжаттан Абылай ханның парасат пайымы, дипломаттық қабілеті байқалады. Музей қорында Қытай императорының Абылай ханға жазған хаты да бар. Бірақ оның мән мағынасын толық ашу әзірге мүмкін болмай отыр. Абылай ханның көптеген жазылған хаттарының бәрі араб тілінде жазылған, ал Қытаймен қарым-қатынас жөніндегі жазған хаттардың бары тот моңғол тілінде, сосын ескі Қытай тілінде жазылған жазбалармен беріліп отырған.
яғни ол қазір Қытайда көбінше ол деректер сақталмаған, көбінше тот моңғол тілі дейді. Сол моңғол мемлекетінің ең көне дәуірдегі тілдері болу керек, оны Қытай мемлекеті өте жақсы түсінеді. Сол тілмәштер арқылы осы хаттарды тот моңғол тілінде жазып, Қытай императорына жіберіп отырған. Абылай Қытай тарапымен дипломатиялық байланыс орнатып, 1757 жылы Цянлунға елші жібереді. Абылай өте дипломат, ол ірі, сол әлем мойындаған Ресей империясымен де, сол Қытай империясының арасында отырып, екі жақпен де осындай саясат жүргізу арқылы қазақтың тыныштығын, бейбітшілігін, елдің бүтіндігін ойлаған саясат деп қабылдаған жөн. Елордадағы мемлекеттік архивте сақталған 1781 жылғы 20 наурызда жазылған мына құжатта Абылай ханның қайтыс болғаны туралы айтылады. Ол құжат бойынша Абылай хан 1781 жылы Ташкентте дүниеден өткен. Құжат атауы комендант Сумароковтың рапорты жайлы генерал-майор Хвабуловқа 1781 жылғы 20 наурызда жазылған хат. Қор нөмірі 430, тізімдеме 21, іс нөмірі 14, құжат тілі ежелгі славян тілі. Мәртебелі тақсыр, әулие Петр коменданты, бригадир және кавалер Сумароков 14 наурызда маған рапортын жеткізді. Онда Орта жүз ордасындағы Ресейдің сенімді қызметкері болып саналатын старшина Құлыбек батыр Сумароковқа Орта жүз ханы Абылайдың Ташкентте қайтыс болған жеткізіпті. Мен комендант мырзаға және аты аталған Құлыбек батырға Абылайдың қайтыс болуы туралы мәліметтің растығын, қазасының себебін анықтауды тапсырдым. Сізді барлығынан хабардар етіп отырамын. Сізде барлау жасауға бұйрық беріп, мәлімет алып жатсаңыз, бізді хабардар етсеңіз екен. Мәртебелі тақсырым. Құрметпен, мәртебелі тақсырымның қызметшісі. Так как Абылай хан умер в городе Ташкенте. Абылай ханға қастандық жасалғаны жөнінде мәліметтер болған. Сол себепті Ресей билігі тергеу жұмыстарын жүргізу туралы бұйрық береді. Бізде Абылай ханның қайтыс болғанына не себеп болғанын анықтау жайлы құжат сақталған. Ол құжат Абылай ханның қайтыс болуы туралы генерал-майор Николай Огаревтің 1781 жылғы 21 наурызда жазған рапорты деп аталады. Онда Абылай ханның ұлы Шыңғыс сұлтан әкесінің қайтыс болғанын жазға дейін құпия ұстауға бұйрық берген деген дерек бар. Абылай тек қана соғыс бітпеген, ол бейбітшілік уақытты аңсаған, ол қазақтың жеріне қала салуды, қазаққа егін егуді, қазаққа мынау сауда жасауды, өйткені көшпелі мемлекеттің заманы өтті. Абылай оны түсінді. Ол мүмкіндік болатмаса, бейбітшілік туатын уақыт болатмаса, қазаққа осындай отырышылық мәдениетті насихаттау, сол заманға лайық экономикасы бар мемлекетті құруды аңсап өткен адам. Алмағайып сұрапыл заманда есеңгіреген елге ескіргізіп, бір тудың астына біріктіре білген Абылай ерлігі мен ақыл парасатын қатар жұмсаған сарабдал саясаткерлігінің арқасында қазақ халқын жойылып кетуден сақтап қалды. Осылайша туған халқының кемелі болашағын аңсаған ол, өз дәуірі артқан ұлы жүкті қайыспай көтеріп, ел алдындағы перзенттік парызын атқарып кетті. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы. Жауға шапқанда атасы Абылайдың атымен ұрандатып, өзі де Абылай атанған Әбілмансұр даңқты қолбасшы ғана емес, сұңғыла саясаткер болды. Ол көрші елдермен саяси дипломатиялық, әлеуметтік, сауда-экономикалық қарым-қатынас орнатты. Қазақ хандығының туын жықпай, тығырықтан жол тауып, елдің жердің тұтастығын сақтады. Абылай қорғаған ел мен жер бізге аманат.